Тараздықтар тақтайдай тегіс жолмен тек қағаз бетінде зымырап жүр. Әкімдіктен әбден көңілі қалған Әулиеата әлеумет арнамызға арызын айтты. Билік басындағылардың уәдені сөз жүзінде ғана тындырғаны тұрғындардың титығына тиген. Журналистер мәселені көтеріп кеп жібергенде көзді бақырайтып өтірік құжат жасаған әкімдіктің жауабы қандай болды дейсіз ғой. Шерхан Абзалұлының сюжетін көрейік. Осыдан 2 жыл бұрын асфальт төселуі тиіс Тараздағы Песчаная көшесі осы ұзындығы 3,5 шақырым жол жүргізілген. Алайда тек құжат жүзінде ғана болғаны күрсінген елдің күлкісін келтірген. Қара жіппен келді, документ ашылып отыр, өзім көзіммен көрдім. Второй беру песчаный асфальт дейді. Ол қалай сенесіз сондай, акимат сондай әңгіместе отса, басқа қара халық не істемейді? Сонда біз кімге жол жасау керекпіз? Жеп қойды ма, кім біледі? Барлық жерде салынып кетті. 20-шы жылы жаздым, 21-де болады. Қазір қаражат бөлінеді. 21-де жаздым, 22-де болады. Песчаная көшесіне 2 жыл бұрын қиыршық тас төселген, алайда басталған жұмыс жалғаспаған. Кейіннен тұрғындар тірліктің бәрі тек құжат жүзінде ғана тындырылғанын көргенде төбе шашымыз тік тұрды дейді. Ал әкімдік кемшіліктің кеткенін растайды. Дегенмен кінәні мердігердің мардымсыз жұмысынан көріп отыр. Ол компаниямен 3 мәрте соттасып, қаржыны қайта қайтарыпты. Негізі бұл 2 жыл бұрын басталу керек еді. Енді мердігердің тарапынан Жандос Ика мердігер болатын. Енді ол кісілердің жөндеп істемегеннен кейін бұл кісілермен жаңағы договорды біз расторгнуть етіп сотқа бергенбіз. Соның қаражатын қазір қайтарылды. 10 миллион төндірігінде биылды соны конкурсқа қайталап беріп, қазір жұмыстар қайтып басталады. Жауаптылар аяқсыз қалған істі айдың аяғына жеткізбей қайта қолға алатындарын айтты. Ал тұрғындар жібі түзу мердігерді жібермеген әкімдікке күмәнмен қарайды. Шерхан Абзалұлы, Еуразия бірінші арнасы, Тараз.